Фильмді Әл-Асқар Әл-Шериф Ислам зерттеу академиясының кеңесі бекітті. Ислам талаптарына сәйкес Мұхаммедтің саллаллаху алейхи вассалям бейнесі көрсетілмейді. Бұл фильмде Әбу Әл-Хакам мұсылмандар берген есіммен Әбу Джахл деп аталады, яғни надандардың атасы. Badr International. Сихам Испердің құрметіне. Badr International және Муаффақ Машауэр Әл-Харези ұсынады. Мұхаммед соңғы пайғамбар. Оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын. Қызым, асықпайын алайын. Қойымның жынын сатсам, көп пайда табам ғой, е? Иншалла, қызым. Не сатып алсам екен? Бұрын ақша жұмсап көрмейді? Қараш, әбден жүдеп қалжыраптау. Маған осы Меккеден қол ұшын беретін адамдарды табасың деп еді. Бұл рас. Сихам. Әке, қайда барасыздар? Бұл кісі көмекке мұқтаж. Жәрдемдесуіміз керек, қызым. Сонда қойының жынын сатпаймыз ба? Қызым ау, Алла тағаланың бізге не бұйырғанын еске алсаңшы. Ол ата-анаға жақсылық істеңдер, жақындарға, жетімдерге, міскіндерге қамқорлық жасаңдар деп ескертті емес пе? Егер олы жаратушымыздың әмірін орындамасақ, онда бұл оған қарсы шыққанмен бірдей ғой. Мұсылмандар мейірбан болуы керек. Қызым, бұрын Меккенің жағдайы мүлдем басқа еді. Ол кезде қағбаға жүздеген пұттар қойылып, арабтар сол тастарға табынатын. Ал ол кезде мен сияқты кедейлер тамағын әрең тауып жейтін. Рахмет, мырзам. Қане қолыңдағыны бер. Балақай, қарыз берген кісі ақшасын қайтарып алғанша асыған. Бұны білмеушілен? Өтінем, қазір жағдайым жоқ, үй ішім аш отыр. Мерзімің бітті. Тоқта! Ұстау ана! Меккеге қош келіпсіздер. Атартып алыстан келдіңіздер. Сыйлықтарыңызды аямай беріңіздер, садақаның пайдасын көріңіздер. Сонда ғана құдайлар қолдай деп серіңіздер. Мұнасы нес? Я Узза, барымды да нарымды да саған арнадым. Садақамды қабыл ет. Ей Сумая, саған құлшылығың үшін емес тазалық үшін ақ төлейміз. Міне шартараптан халық қажылыққа келіп жатыр. Құдайлар жалтырап тұратын болсын. Қасиетті киелі Мекке, сені халқым сүйеді Мекке, ұрпағымның назары сенде, бар қызықтың базары сенде. Ақшамды бердім, енді тез болжап бер. Сабыр ет, Зухайыл. Киелі жебе дәл болжау үшін асықтырмаған абзал. Қане. Зухайыл, таңдауың өте жақсы. Семсер жасайтын ұстаны әлі де алда барбай бер. Жебенің айтуынша сені ешкім ұстай алмайды. Ғажап. Мама,
Умая, құлдардың мықтысын сен ғана жақсы таңдайсың. Өтінем мырза, мені босатыңызшы, жалынам. Мұны сатып алам. Біләл. Бауырым, біліп қой. Тәнің сатылғанымен жаның сатылмайды. Рух қашанда азат. Сен жолдан бұлай тұр. Қазір. Мә балақай, екінші рет лақтыр. Бірақ есіңде болсын, ұтылсаң менің құлым боласың. Мә ұста. Жоқ. Құлым болдың. Рахмет сізге. Қане кет бұл жерден, жолама маған. Қараңдаршы, қажылыққа қисапсыз халық жиналды. Биыл 40 болатын болдық. Құдайлардың барлығы Меккеде болған мұндай жақсы бола ма? Келген халық қандай ақмақ десеңші, көзіне көрінген затты екесе бағаға сатып алады. Дұрыс қой, біздің пайда табуымыз керек, ал пайданың көзі қажылардың қалтасында. Ал біздің ізгілігіміз қайда? Жұрт мұнда қасиетті қағбаға зиярат ету үшін келеді. Кезінде қажыларға сусын, тамақ беріп, қызмет көрсеткенімізге мәз-мейрам болушы едік. Енді оларда табыс көзін айналдырғанымызға масаттанатын болғанбыз ба? Мені меңзеп тұрсың ба? Таныш, Абу Жәһіл. Әбу Тәліп біздің ақсақалымыз ғой. Иә, Әбу Тәліп менің дағам. Бірақ біреуді бұлай кінәлау дұрыс емес. Бұл сөз маған да тиіп кетті. Онымен мүлде келіспеймін. Біз болмағанда сырттан келгендер тентіреп кетер еді. Біздің көрсеткен қызметіміз олардың берген қарабақырынан 10 есе артық. Үлкеніміз деп сыйласақ аузына келгенін айтады ғой. Бізге бір өзгерістер қажет ақ. Есіңде болсын, Әбу Тәліп, өзгерістер қатерлі болуы мүмкін. Әбу Тәліп бұл өзгерістерді, яғни күллі адамзаттың көзін ашатын ақиқатты, немеренесі Мұхаммедтің, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, алып келетінін білмеген еді. Ол Мекке сыртындағы Хира үңгірінде оңашада отырып жиі ойға шоматын. Меккеде құл иеленушілік, әйелдерді қорлау, сараңдық пен құмар ойындар, қыз балаларды тірідей көму секілді жан түршігерлік зұлымдықтардың етек жайғанына қатты қапаланатын. Мекке халқының аталары Ибрахим алейхиссаламның бір Аллаға деген тура дінін тастап, пұттарға табынып кеткен үшін жаны күйзелетін. Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам 40 жасында әдеттегідей Хира үңгіріне келеді. Кенет ол үңгірдің жарқырап кеткенін байқады. Аң-таң болған ол жан-жағына қарайды. Сөйтіп қарсы алдында тұрған Жәбірейіл алейхиссаламды көреді. Сол кезде Жәбірейіл алейхиссалам оқы дейді. Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам оқи алмайым деп жауап береді. Ол оған оқы дейді. Мен оқи алмайым деді. Сол кезде Жәбірейіл алейхиссалам оқы. Жаратушы ең Алланың атымен оқы. Ол адам баласын ұйыған қаннан жаратқан. Оқы, сенің Раббың аса рахымды. Ол адамға қаламмен жазуды игертті. Ол адамзатқа білмеген нәрсесін үйретті. Осыны айтып Жәбірейіл алейхиссалам ғайып болады. Ал Мұхаммед оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын. Көргеніне сенер-сенбесін білмей үрейлене үйіне қарай тұра ұмтылады. Таудан асығыс түсіп келе жатқанда алдынан тағы Жәбірейіл алейхиссалам шығып: «О Мұхаммед, сен адамзатқа жіберілген пайғамбарсың, ал мен Жәбірейілмін» деді. Ол көзін басқа жаққа аударып, қай жаққа қарамасын, Жәбірейіл алейхиссалам алдынан шығып: «О Мұхаммед, сен күллі әлемге жіберілген пайғамбарсың, ал мен Жәбірейілмін» деген сөзді қайталаумен болды. Осы көргенінен қатты тебіренген Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам жан ұшыра үйіне қарай жүгіре жөнелді. Қорқыныштан дір-дір етіп, ол әйелі Хазіреті Хадишаға: «Мені көрпемен бір көші» дей берді. Өз-өзіне келген соң болған жағдайды айтып: «Елес көріп, есімнен тана жаздадым» деді.
Хадиша анамыз оны жұбатып: «О Мұхаммед, сені Алла тағала ешқашан қорғылмайды. Өйткені сен мейірімдісің, жалған сөйлемейсің, әлсіздерге қол ұшын бересің, мұқтаждардың қажетін өтеп, қиыншылықта сабыр етесің» дейді. Сосын Хазіреті Хадиша анамыз немере ағасы Урақа ибн Науфалдан кеңес сұрауға барады. Ол қарт кісі зағип болса да, Тәурат пен Інжілден біраз ілімі бар жан еді. «Мұхаммед, жаратушының жіберген елшісі. Халық оның елшілігін мойындамайды. Оған жала жабады. Ол Меккеден қудаланатын болады. О, шіркін, мен сол уақытқа дейін өмір сүрсем ғой, оған көмектесерем». Хазіреті Хадиша анамыз Мұхаммедтің салаллаху алейхи уассалам пайғамбарлығына қалтқысыз сенген еді. Сөйтіп ол ең алғаш иман келтіргендерден болды. Осыдан кейін ислам дінін өзгелерді қабылдай бастады. Мұхаммед халықпен жасырын жиын өткізіп жүр деген қауесет естідім. Қойшы, Әбу Жахил. Дегенмен ол бір нәрсе көгіттеп жүр. Оның не екенін біле алмадым. Асыранда ұлы Заид пен бауыры Әли соның жолын ұстанады дейді. Оны тек туыстары мен құлдар ғана тыңдап жүр емес. Бәрібір тоқтату керек. Айтшы, не үшін? Не үшін? Жат нәрсені насихаттаған үшін. Тыңда, егерде оған ергендер байлардан болса, үйреткен ілімі қауіпті болса, онда өзім мағоларға қара бұлтты төндіререм. Бірақ Әбу Жахил, бұл Мұхаммед қой. Құдай ақы, ол сенімді, әрі адал адам. Осылайша адамдар ислам дініне 3 жылдай құпия түрде шақырылған еді. Осы уақыт ішінде мен де мұсылман болдым. Балам, бұл қауіпті емес пе? Анашым, сен оны тыңдауың керек. Тездетейік, Жәлила. Тезірек кіріңдер. Бүгін адам күндегіден көбірек жиналды. Алла жар болсын. Біләл, түн сайын сен қайда барасың? Алла елшісінің уағызын тыңдауға. Біз қандай бақытқа бөлендік десеңші. Алла елшісінің салаллаху алейхи уассалам уағызын өз аузынан естідік. Оның шынайылығын, Құранның жүрекке нұр құятын құдіретін түйсініп, ерекше сезімге бөлендік. Меккеліктердің Құдайға балап жүрген пұттары құртастар ғана екенін. Ал күллі ғаламды жаратқан Алла, оның еш серігі жоқ. Ол Ибрахимнің, Мұсаның, Исаның Раббысы. Алла алдында бай мен кедей, құл мен азат адамның тең екенін, олар тек иман дәрежесімен ғана ерекшеленетінін жеткізді. Насихаттау барысында мына аятты оқыды. Әй адам баласы, шүбәсіз сендерді бір ер, бір әйелден жараттық. Сондай-ақ бір-біріңді тануларың үшін сендерді ұлттар, руларға бөлдік. Шынында Алланың қасында ең ардақтыларың тақуаларың. Ислам бізге әйел затын құрметтеп, олардың құқықтарын қорғауды бұйырды. Өзіміз өмір сүріп жатқан жердің адамзат игілігі үшін жаратылғанын, сондықтан оны аялауымыз керектігін айтты. Ол бізге ақырет күні барын. Онда кім бұл дүниеде тозаң түйірінің салмағындай жақсылық жасаған болса, ол оның сыйлығын көретінін. Ал кім тозаң түйіріндей жамандық жасаса, оның жазасын алатынын жеткізді. Сол түні көбісі куәлік беріп, исламды қабылдады. Ашхаду алла илаха иллаллах ва анна Мұхаммад Расулаллах. Алладан басқа Құдай жоқ. Мұхаммед оның елшісі. Ла илаха иллаллах. Мұхаммадун Расулуллах. Бауырым, айтсам еш сенбесің. Пайғамбар Алла тағаланың алдында барлық адамдар тең деп айтты. Мен оған ертіп бар. Мұхаммедтен келер қауіпті айтпап бедім. Иә, қауіпті екен мен де сездім. Оны дереу тоқтатуымыз қажет. Бұл қолдарыңнан келе қоймас. Не дейді? Біләл, бер кел, соққыға жығады. Тәнімді қинаған мен жанымды бағындыра алмайды. Рух азат. Олай болса, жаныңды сонда қалдыр да, тәніңді бер алып қаш. Мұхаммед туралы не білгенің бар, айт. Пайғамбар екеніне сенем. Пайғамбар? Естідің бе? Ол қолдарыңды азғырған екен. Сен құдайлардың жазасынан оңай құтыла алмассың. Мұхаммед, сендердің құдайларың жай ғана тас, олар пайдасыз деді.
Пайдасыз? Пайдасыз. Босағадағы қол құдайларың пайдасыз жай тас деді. Еш зияны жоқ деп жүрген Мұхаммедтің ілімі туралы енді не айтасыңдар? Әбу Талib, бауырыңыз бізге қарсы үгіт айтып жүр. Маған оның сөзін тыңдап, әңгімелесуге мұрсат беріңдер. Алласын насихаттай берсін, біздің құдайларымыздан не шаруасы бар? Жағдайды ушықтырмаңдар. Оның уағызын тек кедейлер мен құлдар ғана тыңдап жүр емес пе? Жоқ, оларға Мекке мырзаларының бірі Әбу Бәкір де қосылды. Ол Мұхаммедтің досы. Оған сеніп соңына ерді. Ол бір ғана адам ғой. Жоқ. Бұл алғашқы ұшқан, от өршімей тұрғанда, дереу оны сөндіру керек. Дұрыс. Мұхаммедтің ілімі халыққа кең тарайтын болса, құдайларымызды күл талқан етеді. Сосын қағбаға қажылық жасауға ешкім келмейтін болады. Ал қажылыққа ешкім келмесе, біздің күніміз қараң. Алла елшісі бәрін қағбаға жинап жатыр. Не? Меккеге жау шапты ма? Білмедім, жылдам. Сумая, тездет, қағбаға қарай. Ясир, тездет. Мұхаммед ескерту жасайды. Не болып жатыр? Біле алмадым. Ал өзі қайда? Пайғамбарды көрдің бе? Әне ол, қара. Әне ол Сафа тауында тұр. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам былай деді. Әй меккеліктер, егерде ана таудың ар жағынан қалың жау қаптап келе жатыр десем, сөзіме сенер медіңдер? Мұхаммед, сенің әр сөзіңе сенеміз. Сенің шыншыл екеніңді білеміз. Ол сөзін жалғастырып, әй меккеліктер, өз қолдарыңмен жасаған жалған құдайларыңнан бас тартыңдар. Өздеріңді жаратқан бір Аллаға мойынсыныңдар. Мен сендерді жаратушыларыңның әмірлерін орындамасаңдар, ауыр азаптың күтіп тұрғанын ескертпекпін. Өздеріңді тозақ отынан сақтаңдар. Мен тек Алла тағаланың әмірін жеткізушімін. Мен сендерді Раббыларыңның қаһарынан қорғай алмаймын, деді. Көрмейсің бе? Құдайларымызды мазақ етіп жатыр. Тоқтат оны, Әбу Талib, тоқтат. Құрық кеткір, Мұхаммед. Осыған бола жинадың ба бізді сен? Қандай ғажап. Әлхамдулилля. Аллаға шүкір, Оның керемет. айтқанына сеніп қалдың ба сен? Әрине, еш күмәнсіз. Хей! Ол Сафадан түсіп келеді, тезірек жанына барайық. Ей, кетіңдер бұл жерден. Қайда? Көзге қалай батылың барады? Я Расулалла, біз сені қорғаймыз. Кетсін бұл жерден. Оған сау керек. Иықтарыңды біріктіріңдер. Алла елшісін қорғаңдар. Қаттырақ ұстаңдар, бауырлар. Қолдарыңды ажыратпаңдар. Біләл, асықпасаңшы. Алланың елшісі исламға ашық шақырған екен, енді мен де ашық ере бастаймын. Бұл не тағы? Жоқ, мүмкін емес. Менің қол астымдағы қолым мұсылман болғаныма. Тәнім сізге тиесілі болған мен, бірақ жаным... Тоқтай тұр. Ойыңды табай. Жаным азат демексің бе? Жоқ, жаным да құл боп жаратылған. Бірақ сенің емес, бір Алланың. Осы орайда қателестің. Жаның да, тәнің де маған тиесілі. Ойың да, тұла бойың да менікі, ұқтың ба? Қане, айт. Мұхаммедтің дінінен бас тартам деп айт. Жаным саған тиесілі деп айт, қане. Айт, Біләл, айта салшы. Алладан басқа құдай жоқ. Жалғыз құдай сол. Ал Мұхаммед оның елшісі. Солай ма? Қазір азапталғанда не айтатыныңды көрейік. Мұхаммедтің дінінен бас тарт. Біләл? Басынған екен. Жалғыз. Ай, бас тартсаң. Алла жалғыз. Өлгенше осы халде боласың.
немесе дінімізге қайта ораласың. Қане, жайыңнан қайт деймін. Алла жалғыз, Алла жалғыз. Қайт! Умайы, мені саған Әбу Бәкір жіберді. Ол осы жігітті сатып алғысы келеді. Қалағаныңды сұра. Жарайт. Ендеше 10 алтын берсін. Сауда сәтті өтті деп тұрған боларсың. Мұна сөзімді Әбу Бәкірге жеткіз. Мұна қара бақырға да татымайтын құлға 3 алтынның өзі көп болар еді. Құнына 100 алтын сұрасаң да ол берер еді. Мұхаммедтің соңына ергендерді қанша азаптасақ та, оның насихатын тоқтатар емес. Себебі неде? Бір ғана жауап бар. Ол Құранға жүгінеді. Не? Әлгі айтып жүрген ертегілерін айтасың ба? Өзі ойдан құрастырған сөз ұйқастары ғой. О, кешірім өтінем, Абу Жахил. Мұхаммедтің айтып жүрген Құраны жай ғана сөз ұйқасы емес, ол шынайы, өте әсерлі десем бе, ондайды адам баласы жаза алмайды. Сиқыр ма? Басқаша айтып түсіндіру мүмкін емес пе деп қорқам. Олай болса, бізге қарсы ойластырған сиқырын дереу тоқтатуымыз керек. Әбу Талиб, сіздің сыйлы кісі екеніңізді білеміз. Алайда, Мұхаммедтің ісін тоқтат деп бірнеше рет өтініп едік қой. Ал сіз қол қусырып қарап отырсыз. Ол Мекке халқының шырқын бұзуы мүмкін. Ол бұрын араларыңдағы араздықты тоқтатып татуластырып еді. Сонда сен оның ақылдылығын айтып мақтап ең, Әбу Жахил. Қағбаны қайтадан қалаған кезде, Қаратасты орнату құқығына ие болу үшін бір-бірімізбен қырылысып қала жаздағанбыз. Сол кезде Оны несін айта бересің? Әбу Жахил, Тоқтат оны. Әйтпесе өзіміз-ақ бір амалын табармыз. жоғал. Енді Құрайштардың бір-бірімен қырылысқанын қалайсың ба? Барғане. Міне, жағдай ушығып барады, Әбу Талиб. Меккеде қан төгілуі мүмкін. Өтінем сенен, бауырыңмен сөйлесіп көрші. Меккенің тыныштығы үшін онымен сөйлесіп көрейін. Мұхаммед, есікті жауып жақынырақ кел. Отыра ғой жаныма. Балам Мұхаммед, Құрайыштар насихатыңды тоқтатуыңды талап етуде. Айтқандарына көнбесең, сені қорғап қалуға менде қауқар жоқ. Мұхаммед, Құрайыштар саған мынандай ұсыныс жасады. Егер мұны байлық үшін жасап жүрген болсаң, ақша жинап арамыздағы ең бай адам етейік. Ал билікті қаласаң, онда сені патша қылайық деді. Менің өміріммен өз өміріңді өлімге тігетіндей, сен ұстанып жүрген сенім соншалықты маңызды болғаны ма, балам? Сол уақытта пайғамбар, оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, аспанға қарап, көзіне жас алды. Кейін, «Ай, ағатайым, Аллаға серт. Егер де олар бұл ісімнен бас тартуым үшін оң қолыма күнді, сол қолыма айды ұстатса да, Алладан бұйрық келмейінше, немесе осы жолда құрбан болмайынша тастамаймын» деді. Мұхаммед, қалауың білсін. Өзің ізгідеп тапқан істеріңді жалғастыра бер, ұлым. Мен қашанда қасыңдамын, қазір де, тіпті соңғы демім біткенше де. Тыңдаңдар, Мұхаммед біздің бауырымыз. Қандай жағдай болмасын, оған қолдау көрсетуіміз керек. Не? Неге? Бүкіл меккеліктермен бір адамға бола жауласуымыз керек пе? Өйткен ол біздің бауырымыз.
Және жазғыратындай ол еш жамандық жасаған жоқ. Мәртебелі Хамзаның өзі келді. Қылышты шебер игергенің мұндай жақсы бола ма? Жуықта Мұхаммед қылыш қолдануға мәжбүр етеді. Ал мен оған ермеймін. Көзіне періште көрінді екен деп айтқанына көне кетуім керек пе? Қарсымын. Қандай шара қолдансақ та Мұхаммед үгіт насихатын дініне шақыруын жалғастырып келеді. Өтінем, көмектес. Ол бізді құртпай тұрғанда тоқтат оны. Ол келді. Намаз оқып жатыр. Жолдан тұр. Дінсіз. Құдайларымызды қорлауға жол бермеймін. Дін бұзар неме. Түк болмағандай кете бермексің бе? О, Хамза, келдің ау әйтеуір. Не боп қалды? Бауырыңа не болғанын көрсең ғой. Әбу Жахил оны елдің көзінше әбден балағаттап масқаралады. Ал ол не істеді? Ештеңе. Өз жөнімен бұрылып кете барды. Ол бүгін осында намаз оқығысы келген еді. Оған ұнамайтын сөздер айттым. Мұхаммедті масқаралауға қалайша дәтің барды? Шайқасын келсе менімен шайқас, қорқақ. Мен де оның дініндемін. Ол не айтса соны айтам. Жоқ. Мұхаммедтің дінін қабылдағаныңды білмеппін. Дәл қазір қабылдаймын. Дереу іске кірісу керек. Мұхаммед, сенің насихатыңның ақиқат екеніне қалтқысыз сенем. Айтқан әрбір сөзің хақ. Енді міне исламды қабылдайтынымды жария етем. Бір Алладан басқа құдай жоқ. Және сен, Мұхаммед, Алланың елшісісің. Ұстаңдар оларды! Қане, келдіңдер, Тимеңдер бізге. Жіберіңдер менің анамды, жіберіңдер. Менің күйеуім қайда? Онда шаруаң болмасын. Мұхаммедтің дінінен бас тарт, құдайларымызды есің ал. Бол! Жоқ. Бол! Өтінем, анашым. Олардың қалаған сөзін айта салшы. Олыңның тілін ал, Сумайя. Шыныңды айт, шұлым. Өміріңді сақтап қалу үшін ғана. Алла мен оның елшісінен бас тартпақсың ба? Ал мен бас тартпайым. Бір Алладан басқа құдай жоқ. Мұхаммед оның елшісі. Мені мазақ қылып тұрмысын. Олай болса, о сенің соңғы сөзің болсын. Олар исламдағы алғашқы шәһиттер еді. Сумайя мен Ясирдің жандары жәннатта болсын. Аллаға шүкір, Аммар тірі қалды. Оның жағдайы қалай? Оның қайғысына ортақтасып, қасында пайғамбарымыз жүр. Алла елшісі біздің өмірімізге тағы да төнуі мүмкін қауіптің алдын алып, Эфиопияға сапарға дайындалсын деді. Эфиопия? Оның патшасы христиан дінінде. Өзі әділ көрінеді. Бізге елінде тұруға рұқсат етуі мүмкін. Баратын адамдарды басқаруды маған тапсырды. Көмекке мықты жігіттер қажет. Ұлым, бара ғой, бізге бола алаңдама. Бауырлар, тездету керек.
Олар білмей тұрғанда қаладан шығып кетуіміз керек. Тез. Ендігі Эфиопияға жетіп те қалған шығар. Халидке айт, жігіттерді алып ізіне түссін. Жер жұтып кетсе де тауып әкелсін, жазасын береміз. Меккеде бүлік шығарғанның қалай болатынын көрсетейік. Ең сүйікті асыл тастарымды саған тарту етем. Бұл сенікі. Енді мені жомарттығым үшін жарылқа. Не деген жылдамдық. Сенің Эфиопия патшасын танитыныңды білем. Дұрыс, ол ескі досым ғой. Жақсы, бұл сыйлық соған. Сен оны сол жақтағы Мұхаммедтің ізбасарларын еліне қайтарып жіберуге көндірсең, сыйлығыңды аласың. Бұл тек менің ғана қолымнан келеді. Менің ғана. Сенімен қайта қауышқаныма қуаныштымын. Бұл сыйлықтардың барлығы сізге арналған. Неткен жомарттық десеңші, бұл мен үшін үлкен құрмет. Сіз бұдан да зор сыйлық қалайықсыз. Пайымдауымша сізді меккелік Мұхаммедтің ізбасарлары қызықтырады деймін. Бұлар бүлікшілер мырзам, қаламызда алауыздық тудырды. Енді сіздің еліңізде бүлік шығарама деп қорқам. Мархабат етіп оларды алып кетуге рұқсат етпес пе екенсіз? Маған олар өте момын болып көрінді. Олар басқа діндерді мойындамайды. Бәрін жойып, өз діндерін таратпақшы. Бұған не дейсіңдер? Патша, біз... Патшаға тағзым ет. Біз тек бір жаратушының алдында ғана тағзым етеміз. Айттым емес пе? Бүлік басталып та кетті, көрдіңіз бе? Бұл маңызды емес. Олардың маған тағзым еткен емес, бір жаратушыға деген сенімдері қызықтырады. Жалғастыра бер. Біз мұсылман боп, иман келтіргенге дейін надандық пен бұттарға құлшылық еткен халық ек. Күштілеріміз әлсіздерді қинайтын. Сосын Раббымыз бізге арамыздан елші жіберді. Ол бізді тек бір жаратушыға құлшылық етуге, шыншыл болуға, аманатқа қиянат жасамауға, туыстық қатынасты үзбеуге, көршіге жақсы қарауға шақырды. Жетімнің малын жеуден, өтірік сөйлеп жалған куәлік беруден және басқа да барлық зұлым амалдардан тыйды. Бізге аянбастан Раббымыздың берген нығметтерін жер бетінде әділдік орнату жолында жұмсауымыз керектігін үйретті. Және сол үшін Алла алдында жауап беретінімізді ескертті. Олардың айтқандары амыр, біздің Исаның үйреткенімен бір нәрсе. Жоқ, патшам, бұлай емес. Олар сіздердің діндеріңізді мүлде сыйламайды. Олар Исаны Құдайдың ұлы емес, жай қарапайым Құдайдың құлы дейді. Иса туралы пайғамбарымыздың бізге үйреткенін ғана айтамыз. Расында Иса алейхиссалам Алланың құлы, әрі елшісі. Иса бейгүнә қыз Мәриямның бойына Алла әмірмен жаратылып, әкесіз дүниеге келген рух иесі. Біздің ұстанған дініміз бен сіздердің діндеріңіз мына екі сәуле тәрізді ұқсас. Әр түрлі сәуле шашқанмен екеуінің шығу тегі бір. Таудай алтын берем десе де сендерді оларға ұстап бермеймін. Менің елімде қалағандарыңша тұра беріңдер. Ал саған келетін болса Ғамыр, мына сыйлықтарыңды алда Меккеңе қайта бер. Абу Хакам! Абу Хакам! Қажылыққа келген екі бай
Құмар ойыннан мені ұтып алам деп ойлады. Мен олардың құлдарына шейін ұтып алдым. Әйтеуір ұтылған екеуің емессіңдер ме? Әбу Жәхілдің туысы Омар ибн әл-Хаттаб Мұхаммедтің дінін қабылдады. Омар? Хаттаптың ұлы Қайсар Омар ма? Я, Омар, я! Жоқ, тек ол емес. Ол Құранның құдіреті жүрегімді нұрландырып жіберді дейді. Содан исламды қабылдапты. Мен не істеу керек екенім білем. Ей құдайлар, жәрдемдесіңдер. Оларды тоқтатуға шамамыз келмей жатыр. Мүмкін сендердің қолдарыңнан келер. Әбу Ләхаб, үніңді өшірмас күнім. Оба жібер оларға. Не дедің? Табылған ақыл. Сен шешімін таптың. Мен бе? Біз оларды ортамыздан аластаймыз. Барынан жұрда етеміз. Керемет! Сосын олар Меккені тастап шығып, обасын бүкіл Араб еліне жұқтырсын. Ал біз оларды жібермейміз. Құрсауда ұстап аштан бұратылғандарын бақылап отыратын боламыз. Аштан? Ол қалай? Халыққа талап қоямыз. Мұхаммедтің адамдарымен тіпті оны қолдайтындармен де барлық қарым-қатынас түзудің шарттарын жазып, оны қақбаға іліп қоямыз. Олардан қыз алмаймыз, қыз бермейміз. Оларға еш нәрсе сатпаймыз және сатып алмаймыз. Мұхаммед қателігін мойындағанша, олар Меккеден аластатылатын болады. Көп жаса, Мұхаммед. Пайғамбар мен оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын. Оған ергендер қуғынға ұшырады. Олар тіпті өз үйлерінде өздерін қауіпсіз сезінбейтін. Сондықтан бас амандығын ойлап, олар тау шатқалына көшуге мәжбүр болды. Алла риза болсын, рахмет. Кешір, өкінішке орай тамақ таусылды. Анашым, тоймай қалдым. Білем, қызым, білем. Әке, бер қараш, Эфиопияға барып Маликті іздесек қайтеді. Ұлым, олар бізді жібермейді. Қалай ойлайсың, Малик біздің қандай халде екенімізді біле ме? Білмедім, балам. Оған хабар жібердім, күтейік. Жалғыз өзіңе баруға болмайды, Малик. Қиналасың ғой. Үй ішім ашығып жатқанда мұнда жайбарақат жүре алмайым. Амар, бары осы. Хадиш анамыз азық-түлік сатып алу үшін қолындағы барын сатып болды. Бұның өзі көпке жетпейді. Ұзақ уақыт бойы құрсауда болатынымызды кім білген? Я Расулалла, жүрек жалғап алыңыз. Бізді үнемі сабырлыққа шақыратыныңызды білем. Бірақ денсаулығыңыз күннен күнге нашарлап барады. Біздің қамымызды ойлап, тамақтан бас тарта беруіңізге болмайды ғой. Не боп қалды? Мұхаммедке айт. Мен оның сәлемін Құрайыштарға жеткіземін. Сырқаттанып қалдыңыз ба? Бәрі дұрыс, алаңдама.
Мына халіңді көріп, жүрегім ауырып қалды, Әбу Талib. Оныңа күмәнім бар. Мен өлсем, билік саған көшет. Міне сонда Мұхаммедке қастандық жасауға кірісерсің. Солай ма? Иә, дәл таптың. Жақсы. Ендеше, менің айтарым сендерге ұнап қалар. Мұхаммед маңызды нәрсені жеткізуімді сұрады. Егер ол өтірік айтса, онда ол сендерге беріледі. Оған қалаған үкімдеріңді шығарыңдар. Ал егер айтқаны расталса, Мұхаммед пен оның қауымын қудалағандарыңды тоқтатасыңдар. Айта бер. Шартты тыңдаңдар. Сендердің қағбаға іліп қойған, мұсылмандарға қарсы шығарған үкімдеріңді құрт құмырсқа жеп қойды. Жазудан тек Алланың атымен деген ғана сөз қалды. Мәлік, ұлым. Анашым. Оралдың ау әйтеуір. Раббымыз бізді қайғыдан арылтты. Осыдан кейін мұсылмандардың жағдайы бірте-бірте жақсара бастады. Қандай ғажап десеңші. Алла риза болсын. Мәлік, ұста. Жалила, пайғамбардың зайыбы ауыр халде жатыр. Хадишама? Жоқ. Барып жағдайын біліп қайт. Одан айырылып қалдық. Ол 25 жыл бойы пайғамбарымызбен қуанышта да қайғыда да бірге болды. Иман келтірген алғашқы мұсылман да сол еді. Жаны жәннатта болсын. Біз бұл уақытты қайғылы кезеңде батадық. Өйткені Әбу Талиб те өлім аузында жатыр еді. Бер жақында, Мұхаммед. Құрайыштар мен көз жұмбай тұрып, бір нәрсені өтінді. Маған сөз беруің керек. Олардың діндерін және өздерін жайына қалдырамын де, ұлым. Бізге қарсыласқаныңды қойсаң, саған еш қастандық жасамаймыз. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам келісем деді. Естідің бе? Ғажап, көрдің бе? Ол келісті. Ол әлі сөзін жалғастырып, тек менің бір шартым бар, соны орындасаңдар, күллі араб елі мен парсылар сендердің құзырларыңда болады. Айта бер. Сендер пұттарыңнан бас тартып, Құдай жалғыз, ол Алла тағала деп куәлік беріңдер. О, ұлым Мұхаммед, бала кезіңде сені маған алып келгенде, өзіңнің ұлы адам болатыныңды сезгем. Ұлым, сен шынында ұлы адам болдың. Солай, ұлым, солай.
Ақыры жұлдызым жандау. Енді сендердің билеушілерің мен болам. Иә, дұрыс. Бірақ билік қолыңда ма? Не? Қаласаң тіпті өзіңді патшамын деп жарияла. Бірақ менің жолымда тұрушы болма. Біз алдымен маңызды мәселені шешіп алайық. Мұсылмандар ма? Жоқ. Мұхаммед. Қалмаға келді. Өзің Олардың емін еркін намаз оқығандарына қарап жайбырақат тұра алмаймын. Сабыр, Әбу Жәһіл. Қылыштың жүзімен тоқтатылмаған ісімізді қызыл тілдің құдіретімен тоқтатуға болады. Ақындарды меңзеймісің? Иә, олар халықты Мұхаммедтің дінінен бас тартуға үгіттеп жүр. Тіпті Әбу Лахабтың өзі ділмәр болып кетті. Тыңдаңдар, алыстан келген бауырлар. Анау менің бауырым Мұхаммед. Одан сақ болыңдар. Ол сиқыршы, және өтірікші. Ол өзін пайғамбармын деп жариялады. Сөзі жұмсақ болған мен көксегені бәрімізге патша болу. Мұхаммед, бізді тұтқан діндерің жалған. Құдайға санап жүрген пұттарың жай ғана тас. Сендер адастыңдар деп құстан алайды. Ол мұнымен бізді ғана қорлап қойған жоқ. Бұл сөзімен ата-бабаларымызға тіл тигізді. Оның айтуынша біздің ата-бабаларымыз адасқан, әрі надан болған көрінеді. Айтыңдаршы, біз осындай қорлыққа көнуіміз керек пе? Бұлай жалғаса беретін болса, соң соғысқа барады. Қиын қыстау кезде Әбу Тәліп жәрдемдесетін еді. Енді баратын жеріміз де жоқ. Біләл, сен бісің? Иә, сен кім боласың? Мен баромын. Былтыр Ясриптен пайғамбардың насихатын тыңдауға 12 адам келбек. Ясриптен, есіме түсті. Біз исламды қабылдадық. Жан тәнімізбен. Естідің бе? Ясриптен 12 мұсылман исламды қабылдапты. Жоқ, 100 адам. Біз пайғамбардың Ясрипке көшкенін қалаймыз. Бұл біздің... Тыныш. Қазір сөйлесе алмаймыз. Алла елшісі сендермен Ақаб алқабында кездеседі. Бүгін түнде. Я Расулалла, өтінем сізден. Ясрипке көшіңізші. Айтсам сенбессіз. Біздің қала қанға боялды. Ағасы інісін өлтіруде. Мұндай сұмдықты тек сіздің насихатыңыз ғана тоқтата алады. Халыққа уағыз айтыңыз. Я Алланың елшісі, ал біз сізді бар күшімізбен қорғауға сөз береміз. Я Расулалла, Алла тағала бізге жол сілтеп тұр. Пайғамбар, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, бұл ұсынысты қабыл етіп, бізге Ясрипке көшуді бұйырды. Мен түнде сапарға шығуға қорқам. Жолға түнде шықсақ, бізді ешкім байқамайды. Неге басқалармен бірге кетпейміз? Тыныш, бәріміз бір уақытта көшсек, жауларымыз біліп қояды. Тез кетейік. Мұсылмандардың көбі көшіп кетті. Бірақ Мұхаммед Меккеде қалған мұсылмандардың көшуін күтіп отыр. Оңтайлы сәтте босын айт. Жақсылап ойланып, Мұхаммедке қандай шара қолданатынымызды ақылдасайық. Мүмкін оны зынданға тастарымыз. Жоқ, Меккеден қуып жіберейік. Иә, тентіретіп жіберу керек. Бас ауған жаққа кетсін, сонда Мекке біздікі болады. Ясрипке барып өз патшалығын құрсын дейсің бе? Басқа қандай ұсыныс бар?
Өлтіріңдер оны. Не? Бұған ешкімнің батылы бармайды. Оны өлтірген адам Мұхаммедтің әулеті мен басқа тайпалардың кәріне ұшырайды. Оны өлтір дегенде, жалғыз адам өлтірсін деген кім бар? Сендер әр тайпадан бір адамнан алыңдар да, бәрін қосылып, Мұхаммедті бір кісідей өлтіріңдер. Сонда оның қаны барлық тайпаның мойнына жүктеледі де, кімнен кек алатындарын білмей қалады. Тыныш. Сол түні пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассалам Жәбірейіл алейхиссалам келіп, бүгін түнде үйіңді түнеме деп ескерткен еді. Содан Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам бауыры Әлиді шақырып алып, сен бүгін менің төсегімде ұйықта деп өтінеді. Ол Әлиге еш зиян болмайтынын білген еді. Ол үйінде бастаймыз ба? Қазір емес. Намаз оқу үшін сыртқа шығады, соған дейін тоса тұрайық. Сол кезде Пайғамбар, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, түнімен сәжде етіп, жаратқаннан көмек сұрайды. Сөйтіп құдіретті Алла тағала пайғамбарына қастандық жасауға келгендердің көзін перделеп, ұйықтатып тастады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сыртқа шығып, бір уыс топырақты мүшриктердің басына сеуіп, олардың арттарынан да бөгет, алдарынан да бөгет жасап, көздерін қаптадық, олар көрмейді деген Құран аяттарын оқиды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам досы Әбу Бәкір екеуі Меккенің төменгі жағындағы Сәуір тауындағы үңгірге барып тығылады. Сендер Мұхаммедті күтіп тұрсыңдар ма? Ол қаладан шығып кеткелі қай заман? Ол мүмкін емес. Қайда кетті? Мұхаммедті ұстап әкелген адамға 100 түйе беремez. Іздеңдер оны. Сен не, араб дәстүрін білмейсің бе? Кет бұл жерден, кет! Лә! Оң жаққа. Сенімдімісің? Еш күмәнім жоқ. 1-2 сағаттан кейін сендердің 100 түйелерің менікі болады. Осының ішінде ме? Адам іздері көрінбейді ғой. Ол үңгірдің ішінде. Мынаған қара, өрмекшінің торын бұзбай ішіне қалай кірмек? Көгершінің ұясы да сол күй тұр. Мұнда ешкім жоқ, ақымақ неме? Ясрибке аттанар алдында пайғамбарымыз оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, алыстан Меккеге қимастықпен көз салып, өткен күннің бұлдыр елестерін еске алды. О балаларымның кіндік қаны тамған жері, жұбайымның дүние салған жері. Алла тағала жаратқан жер бетіндегі маған ең қымбат,
ең ыстық мекен сенсің, қасиетті Мекке. Егер өз халқым мені қудалап, қуғынға ұшыратпағанда, сенен басқа жерден пана іздемес едім, деді. Енді аланың аптапсыздығына мұншама төзу мүмкін емес. Меккеден әлі шықпаған шығар. Әлде оны мүшриктер ұстап алды ма екен? Жоқ, ұстаған жоқ. Иншалла, ол келет. Әні ол, Расулалла келет. Біз емін еркін құлшылық еттік. Тұрмыс тіршілігімізде қиындықтар кездессе де, біз бақыт дедік. Қызым, ұстазының тілін ал. Бері кел, Хади. Мен әкеммен бірге мешіт салуға жәрдемдескім келеді. Алдымен ілім ал. Пайғамбарымыз бізге ілім алуды бұйырды. Жарайды. Ассаламу алейкум. Уағалейкум ассалам. Мен сендерге көмектесуге келдім. Алдымен сабаққа бар. Уассалам. Ол Алла. Біреу ақ. Алла. Мұңсыз. Қандай жақсы оқисың. Енді мешітке барсам бола ма? Рұқсат, балам. Ол туылмады. Туылмады. Әрі оған ешкім тең емес. Ұстаз, мына сыйлығымды қабыл алыңыз. Алла разы болсын. Жараса кетті. Я Расулалла, маған беріңіз. Сіз пайғамбарсыз ғой, дем алыңыз. Жоқ, сіз дем алыңыз, мен тасиын. Пайғамбарымыз салаллаху алейхи уассалам мұсылмандардың бір-біріне өзара бауыр екенін айтып, бізді бір-бірімізбен жақсы қарым-қатынас жасауға баулады. Сондай-ақ Ясриптің әрбір тұрғынының нәсілі мен дініне қарамастан тең құқылы, бейбіт өмір сүру үшін қажетті ереже тәртіп қалыптастырды. Қараш. Аллаху акбар. Не болды екен? Ол бізді намазға шақырып жатыр. Аллаху акбар. Ашхаду ан ла илаха иллаллах. Ашхаду ан ла илаха иллаллах. Анашым, біз дүниедегі ең бақытты жандармыз ба? Ал өзің қалай ойлайсың? Бақыттымыз деп санайым. Солай. Мұсылмандардың панасы, пайғамбардың салаллаху алейхи уассалам қаласы болған Ясриб Мәдина деп өзгертілді. Мұсылмандардың Меккеде қалдырып кеткен дүниелерінің барлығын жинап алдық. Жақсы. Барлығын Шамға баратын керуенге тиеп, сол жақта сатып жібереміз. Олардың мүлкі енді біздің меншігіміз. Я Расулалла, Әбу Суфиян Шамға баратын керуенге біздің дүние мүлкімізді тиеп, сол жақта саудаға салмақшы. Олар қоржындарын алтынға толтырып қайтатын болды. Я Расулалла,
Сенің зорлық зомбылыққа қарсы екеніңді білеміз. Алайда қайтадан аштыққа ұшырамақпыз ба? Өз мүлкімізді қорғауға қақымыз бар шығар. Сонда пайғамбар оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын сахабаларына. Керуенді күтіп алуға жолға шығыңдар. Алла қаласа өздеріңе тиесілі мүлікті қайтарып аласыңдар деді. Мұхаммед әскер жасақтап сенің керуеніңді талқандауға шығыпты. Дереу Меккеге аттан. Жедел түрде әскер жіберсін. Мына қазынаны сақтап қалуымыз керек. Тездет. Шу жануар! Біз бағытты өзгертіп, үйге теңіз арқылы жетеміз. Бүгін әскер жолға шығады. Ал сен болсаң, менің орныма барып соғысасың. Ешқашан олай істемеспін. Менің орныма соғыссаң, қарыздарыңды кешірем. Қарсылассаң, айтпады деме. Қазір-ақ өлтіре салам. Бірақ мен... Бұл не? Көптен күткен сәт келді. Алға! Әбу Жәһіл мұсылмандар әскерінен 2 күндік жерде. Оған хабарла, мен қауіптен құтылдым. Олар Меккеге қайта берсін. Бірақ біздің әскер олардан 3 есе көп қой. Мұхаммедпен соғысу үшін оның өзі аздық етеді. Сондықтан Меккеге жылдам қайтсын деп талап ет. Құдайлардың атымен ант етем. Ит арқасы қияннан құралақан қайту үшін келгем жоқ. Мұхаммед өлгенше жаным тыныш таппайды. Пайғамбарымыз оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын. Жау әскерінің саны бізден басым екенін білген кезде кеңес құруға сахабаларын жинады. Мен де басқалардың пікіріне қосылам. Алла елшісі соғысуға рұқсат етсе, біз соғысамыз. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай деді. Құдіреті күшті Алланың атымен аттаныңдар. Шындығында Алла бізге не керуенді, не соғыс алаңындағы жеңісті уәде етті. Біз мүшриктермен Бәдірдегі құдықтардың жанында жолықтық. Найзаңды дайында. Қасымда бол, бірақ алдымен маған әлгі шек сырын Біләлді тауып бер, Біләлді. Шайқас соғыс ережесі бойынша басталды. Хамза 2 жауынгерге алға шығуды бұйырды. Убайда, Али, Құдайлар үшін алға! Өстері арыстандай айбарлы екен. Біләл! Мая?
Аллаху акбар. Соғысыңдар! Соғысыңдар! Олар қашты. Әбулахаб, Оралдың ба? мен қарызымды өтедім. Ұста, біліп қой, шайқас кезінде Құдай Мұхаммедтің әскеріне жақтасты. Тоқта, қайда барасың? Тоқта, өтінем сенен, көмектес маған, өтінем. Ақымақ, Есуас, оған керешегін деп айтпап бем. Олармен әлі соғысармыз. Мәселе онда емес. Біз алғашқы мүмкіндікті пайдалана алмадық. Енді жұрт Құдай расында мұсылмандарды қолдайды деп ойлайды. Айтпады демеңдер, енді оның бетін қайтару мүмкін емес. Ол жай пенде ғой. Жоқ, сен жай пендесің. Ал Мұхаммед тәрізділер сан ғасырда бір туылады. Құдайлар куә. Осы қазынаның бәрін соған қарсы күреске жұмсаймын. Қару жарақ, ат сатып алып, мықты әскер жасақтаймын. Сол кезде кімнің әскері күшті екенін көрерміз. Меккеліктер бізге қарсы 3000-ға жуық әскер жинапты. Я Расулалла, біздің санымыз не бәрі 700. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сахабалармен кеңесіп, жақындап келе жатқан жауды Ухуд тауының бөктерінде қарсы алуды ұйғарды. Я Расулалла, біз дайынбыз. Аллах елшісі, сендерге шайқаста жеңсек те, жеңілсек те хабаршы келмейінше, тасада қорғап тұруларыңды әмір етті. Хамза өлді! Алға! Қараңдар, мүшриктер шегінді. Бұл не істегендерің? Соғысыңдар, соғысыңдар! Тоқтаңдар, соғысыңдар! Алға! Саптары бұзылды! Біз де шегінеміз бе? Жоқ, әлі емес, қара! Қайда барасыңдар? Көмектесуге? Жоқ, болмайды. Пайғамбарымыз кетпеуді бұйырды. Соғыс бітті ғой. Олар қашып барады. Қайтыңдар, қайт дедім. Тоқтаңдар. Алға! Сақтаныңдар. Ту сыртымыздан шабуыл. Алға!
Тоқтаңыз! Мұхаммед өлді, қараңдар! Жоқ! 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 Я Расулалла, бізді тастап кете көрме. Тауға қарай шегініңдер. Біләл, жаман! Шегініңдер, жылдам! Жарақаты ауырма. Мұхаммедтің өлгені рас па? Құлағанын өз көзіммен көрдім. Ей мұсылмандар, естимісіңдер? Бүгін Бадырда өлгендер үшін кек алдық. Біздің құдайлар жеңіске жетті. Біздің сарбаздар жәннатта, ал сендердікі тозақта. Енді неге сенсеңдер деректерің, Мұхаммед бәрібір өлді. Мұхаммед тірі! Мұхаммед тірі! Алла ұлы! Ендеше біліп қойыңдар. Бүгін өлмесе, ертең өлтірерміз. Біздің бір адам үшін сендердің 4 адамыңды өлтіреміз. Мұхаммед тірі ме? Міне, әйтеуір Мекке көптен күткен өз кегін алды ау. Я, Әбу Суфиян, адамдар бізді жеңіспен құттықтап жатқанда бірге бол. Мұхаммед тірі. Онда тұрған не бар? Хамзаны және оған қоса 70-ін өлтірдік қой. Кел, одан да бәріміз бірге тойлайық. Қалайша тойламақшысыңдар? Бәрі Мұхаммед тірі деп шаттанып жүргенде, қалай жеңісті тойламақсыңдар? Мұхаммед тірі. Енді жағдай өзгереді. Енді мұсылмандарға қарсы тек меккеліктер ғана соғыспайды. Жоқ, әр тайпаның көсемі, күллі араб халқын жұмылдырып, Мұхаммедке қарсы әскер жинауға ант берсін. Жұрттың аузынан Мұхаммед тірі дегеннің орнына Мұхаммед өлді дегенді еститін болайық. Сосын ислам да өледі. Ешкімде тірі қалмайды. Бар байлығымды Мұхаммедті жою үшін жұмсайым. 10 мың? Біз бұрынғы соғыстарда жау әскері бізден 3 есе көп болса да тас-талқан еттік қой. Бірақ 10 мың әскер деген... Біз оларға тойтарыс бере алмаймыз. Мадинаға жан-жақтан шабуылдауға күштері жетеді. Я Расулалла, сіз не айтасыз? Мысалы бізде, Парс елінде, егер жау қоршауға алып шабуыл жасаса, айналдыра орғазатын едік. Бұған қалай қарайсыз? Бұл не тағы? Араб жерінен бұрын соңды мұндай орды көрген емеспін. Бізге күте тұру керек. Тезірек бір амал тауып, арғы бетке өтіңдер, жылдам. Болыңдар тез. Жалғастыра беріңдер. Мырза, әскердің жартысына топырақ төгіп жол салдыр, жартысы ордан секіріп өтуге тырыссын. арбалысқанымызға 30 күн болды, жауынгерлер үмітін үзді. Олай болса олармен сөйлес. Сен шешен емес педің. Бар өнеріңді салып әскерді шабыттандыр, шайқасуға көндір. Бұдан пайда жоқ.
Олар қазір құдірет иесі мұсылмандармен бірге деп біледі. Олай болса, ертең біреуі де қалмай, жаппай шабуыл жасауға дайындалсын. Айтыңдар, біз әлі көрсетеміз. Біздің әскер олардан анағұрлым көп. Бәрі бір Алланың қолында. Жаудың бәрі ордан өте алмайды. Әйткенмен бірен сараңа қалаға кіріп кетсе, мына таспен атқылаңдар. Тасты терезеден лақтырамыз ба? Ие. О, жағам, мен қорқам. Қорқпа. Алла өз дініндегілерге жәрдем береді. Есікті мықтап жауып ал. Енді міне, құдіретіңді көрсететін уақыт келді. Сол түні пайғамбар оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, Раббымызға былай деп дұға қылды. О адамзатқа даналық кітабын түсірген есепке жүйрік Алла. Мұхаммедті өлтіріп, оған ергендердің барлығын талқандап құртып жібер. Уа жаратушы ием, мына ру тайпаларды жеңіліске ұшырата көр. Хубал, сен үшін арабтардың ұлықтарын жинадым. Бізді қолдай көр. Уа Аллам, олардың күлін көкке шұрып, жермен жексен ет. Ей, араб жауынгерлері! Kaçpanlar, birbirine mıknatsanlar. Яхубал, мені неге тастап кеттің? Алла тағала бізді құтқарып қалды. Хижраның 6-шы жылының соңында пайғамбар оған Алланың игілігімен сәлемі болсын сахабаларына, түсімде Алла тағала қолыма кілт ұстатып, қағбаға кіргенімді көрсетті деді. Біз қасиетті қағбаны тәуап етуіміз үшін
кіші қажылыққа дайындалуымыз керек деді. Ол осында келе жатыр. Еш қару жарақсыз. Біздің бейбіт құлшылық етушілерге қару көтермейтінімізді олар жақсы білет. Дәстүрді сақтамаса ғараптардың бәрі бізді жаншып тастайды. Құрып кетсін олар. Бәрібір түк істей алмаймыз. Бұл айдан анық. Не? Мұхаммедтің Меккеде емін еркін қажылық жасағаны масқара ғой. Басқа амал жоқ. Амал жоқ. Оларды Меккеге кіргізбеу керек. Оларға Сухайлды жіберем. Бейбіт келісім жасасын, бастысы мұсылмандар Меккеге кірмеу керек. Сендерге бейбіт келісім ұсынам. Оның шарты мынау. Біз сендерге 10 жыл бойы соғыс ашпауға, және сендерде 10 жылдың ішінде бізге шабуыл жасамайтындарыңа сөз беріңдер. Келсесіңдер ме? Бізге Меккеге кіріп, Қағбаға тәуәбе етуге рұқсат ете ме? Әлбетте рұқсат. Бірақ ол келер жылдың еншісінде. Сендер Меккеге кірместен оралдыңдар ма? Ол жаққа келесі жылы барамыз. Келесі жылдан бастап емін еркін барамыз. 10 жыл бойы солай болмақ. Бізге 3 күнге дейін қалуымызға рұқсат ететін болды. 10 жыл бойы бейбіт өмір сүреміз бе? 10 жыл бойы. Иә, 10 жылдың ішінде адамдарға исламды насихаттауымыз керек. Алға. Амыр, Мәдинаға не үшін барасың? Мұхаммедпен жолығу үшін. Не үшін? Неге? Не себептен дейім? Исламды қабылдайтынымды айтуға. Өлдіру үшін екен деп ойласам. Сен не, оны қорғап тұрсың ба? Біз бұдан бұлай жоққа шығара алмаймыз. Ол расында Алланың елшісі. Мен куәлік берем. Бір Алладан басқа құдай жоқ. Және сен оның елшісісің. Мен де куәлік берем. Бір Алладан басқа құдай жоқ. Және сен, Мұхаммед, оның елшісісің. الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد Мүшриктер бейбіт келісімді бұзды. Бейкүнә мұсылмандарды қырып тастады. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам міне Меккеге оралатын кез келді деді. Я Расулалла. Я Расулалла, біз дайынбыз. Бауырлар, Меккеге! Енді олардың саны 10 мың. Әскерін біздің бұрынғы қолбасшыларымыз бастап келеді. Мені Мұхаммедпен жолықтырсын. Тоқта, қайда барасың?
Мен Мұхаммедпен жолығуға келдім. Не үшін? Қаруыңды көрсет. Қане? Тап қазір қару кезенетіндей ақымақ емес шығармын. Бұрын қару көтергенде ақылды мен. Мен өзім бойысынып келдім. Ренжімеңіз. Олардың алаңдайтын жөні бар. Өтінем. Кешір бізді. Сендерге қатыгездік танытып, әділетсіздік жасаппыз. Тонадық, қинадық, және қан төктік. Бұдан бұлай саған қарсы шықпаймыз, және қарсыласа да алмаймыз. Сонда Алланың елшісі салаллаху алейхи уассалам Меккеге бейбіт түрде кіретіндерін, ондағылардың бұдан бұлай бейбіт өмір сүретінін, және Мекке ислам рухымен гүлденетінін айтты. Мен де осылай боларына сенгенмін. Және сенің алдыңда куәлік берем. Шынында бір Алладан басқа Құдай жоқ. Және расында сен, о Мұхаммед, Алланың елшісісің. Мен меккеліктерді дайындайын. Мен бақыттымын. Бұрынғы барлық істеген істеріме қарамастан Мұхаммед тірі деп айталам. Байлар да, кедейлер де Алланың алдында тең. Қашан да солай болсын. Бауырым, Аллаға шүкір, енді сенің тәнің де, жаның да азат. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Аллаға шүкір, әйтеуір үйге оралдық ау. Аллаға шүкір. Келіңдер, құлындарым. Міне осылайша ислам жеңіске жетті. Сол жеңіске жету жолында мұсылмандар еш нәрседен аянбады. Бірнеше жыл өткен соң Мәдина қаласында пайғамбарымыз салаллаху алейхи уассалам дүние салды. Ол 63-те еді. Ол қарапайым өмір сүрді, мұқтаждарға көмек көрсетуді қолынан келгенін аямады. Одан айырылу біз үшін үлкен қайғы болды. Шіркін, пайғамбармен кездесіп, сөздерін өз аузынан естігенімде ғой. Бірақ ол өшпесіз қалдырды. Ислам мәңгі. Ата, енді қайда барасыз? Мен білмеймін. Мен білем, осында қаласыз да Меккеде жұмыс істейсіз, иншалла. Сіздің қолыңыздан келеді. Өте әдемі екен. Менің тоқу шеберлігіме тең келетіндер жоқ. Бірақ керекті құрал жабдықтар мен қой жүніне мұқтажбын. Егерде жүн тапсақ,
Құрал сайманның бәрі дайын. Иә, расында. Ендеше, менің қойымның жынын алыңдар. Жоқ, қалайша, ол сенікі ғой. Жоқ, мен оны сізге сыйлайым. Жүріңіз, оның жынын қырқып алайық. Фильмді қазақ тіліне аударған Асыл арна телеарнасы. Редакторы Шорабек Бәтейұлы, Гүлбахрам Жебесін. Оқығандар Азамат Қанапия, Төлеубек Аралбай, Бақытжан Әлпейіс, Руслан Исабекұлы, Мәлік Ағырбеков, Ержан Жарылқасым, Мұхаммедәли Болатұлы, Күнсұлу Тұрғынбек қызы, Бағдагүл Бексұлтан қызы, Айгерім Байберген және басқалары. Дыбыс режиссері Бағлан Омар. Дубляждың режиссері Айжан Жәмши.